Мәсіх барлығы. Мәсіх менің өмірім, ал өлім мен үшін ұтыспен тең. Филиппіліктерге арналған хат 1 тарау 21 аят. Мәсіх менің өмірім. Осы сөздерді өзгертуге еш келмейді. Мысалы, 1. Ақша менің өмірім, ал өлім мен үшін оның бәрін жерде қалдырып кетумен тең. 2. Атақ менің өмірім, ал өлім мен үшін тез ұмытылып кетумен тең. 3. Билік менің өмірім, ал өлім мен үшін орнымды басқа біреудің алмасуымен тең. 4. Дүние мүлік менің өмірім, ал өлім мен үшін құр алақан қалумен тең. Осы сөздер бір-бірімен келіспейтін сияқты, солай ма? Ақшаға құнықсаңыз, оған ешқашан қанағаттанбайсыз. Керісінше, бір күн бәрінен айырылып қаламын деген қорқынышпен өмір сүретін боласыз. Атаққа құмар болсаңыз, басқалармен бәсекелесе жарысып, оларды өзіңізден асырмауға және басқаруға тырысатын боласыз. Сөйтіп жүріп, жүрегіңіздегі тыныштықтан айырыласыз. Ал билікке құмар болсаңыз, сіз өзімшіл, үстемшіл әрі тәкаппар адам болып кетесіз. Дүние мүлікті құдайыңызға айналдырсаңыз, дүние қор әрі сараң болып кетесіз. Қолыңызда бірдеңе бар болсын, жоқ болсын, атақсыз ба, атақты емессіз бе? Тірі жүрсеңіз де, өлсеңіз де, сізді тек Мәсіх қана қанағаттандыра алады. Өлімше? Өлім ұтыспен тең. Филипс былай деп жазған еді: менің өмірім Мәсіх, ал егер өлсем, оған сайын жақын боламын. Сонымен қорытындысы не болды? Өмірдің сыры қуаныштың сырымен бірдей. Екеуінің де негізі Мәсіх. Бақыттың артынан қумай-ақ қойыңыз. Өміріңізді толықтай Мәсіхке тапсырып, оған билікті түгелдей беріңіз. Сонда шексіз бақытқа кенелесіз.